Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мәрмет Алмасов. Бүгін мен сіздерге брекет методты, яғни айтқанда жанкешті сериясының бірінші сезонын қысқаша айтып беретін боламын. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен Уолтер Уайт атты басты кейіпкермен танысайық. Абулкерке қаласында химия пәнінің мұғалімі, ол өте дарынды ғалым болғанымен қаржылық жағынан нашар. Оның үйленген әйелі Скайлер және екінші баласының ішінде. Үлкен ұлы болса, кіші Уолт церебралды сал ауруымен ауырады, яғни айтқанда инвалид. Уолтер отбасын асырау үшін химия мұғалімдерінен қатар көлік жуу орнында жұмыс істейді. Бір күні өзінің 20 жасқа толған күнінде Уолтерге өкпенің қатерлі ісігі рак диагнозы қойылады. Бұл жағдай оның өмірін түбегейлі өзгертеді. Ол медициналық шығындарды қалай жабу керектігіне алаңдап, болашақта отбасына не қалдыруы туралы ойланады. Уолтер қайнағасы Хэнк Шрейдердің есірткіге қарсы күрес бөлімінде жұмыс істейтінін біледі. Бір күні Хэнк оның есірткі дайындайтын орынға шақырады. Сол жерде Уолтер өзінің бұрынғы оқушысы Джессиді кездестіреді. Ол есірткі жасап сатумен айналысады екен. Уолтер өзінің химиялық білімін қолдана отырып метамфетамин жасап сатуға бел болады. Метамфетамин не десеңіздер? Осылайша отбасына ақша қалдырғысы келді. Ол Джессиге бірге жұмыс істеуді ұсынады, себебі оның есірткісі өндірісінде тәжірибесі бар. Уолтер химиялық реакциялар арқылы таза метамфетамин жасайды, ал Джесси болса оны сатуға адамдар табады. Олар бірге ескі автокөлік үйін зертхана ретінде пайдаланады. Осылайша Уолтер Уайттың өмірінде заңсыз жолға түскен кезеңі басталады, бірақ ол бұл шешімнің қауіпті проблемалар әкелетініне толық түсінбейді. Юлайсың. Ачу қалауы мұңаймай. Дәу адам болмайды. Серия Уолтер және Джессидің фургондағы оқиғаларынан басталады. Олар бірінші серияның соңындағы Тулко есірткі сатушыларының екі серіктесі Эмилио мен Крейзи 8-ді есірткі зертханасында өлтіруге мәжбүр болған еді. Эмилио қайтыс болады, ал Крейзи 8 тірі қалады, бірақ қатты жараланған. Уолтер мен Джесси уланған денені қалай жасыру керектігін және Крейзи 8-ді қалай өлтіру туралы ойлайды. Бұл кезде Джессидің үйінде қиындықтар туындайды, себебі денені және жараланған адамды жасыру оңай емес. Уолтер Крейзи 8-ді тұтқында ұстауды, ал Эмилионың денесін химиялық жолмен жоюды ұсынады. Ол Джессиге Эмилионның денесін жоқ қылу үшін пластикалық контейнерді пайдалануды тапсырады. Джесси денені химикалық қышқылға салғанда қышқыл ваннаның металл және фарфордан жасалған бөлігін ертіп жібереді. Нәтижесінде дене мен қышқыл еденге төгіледі. Үйдің жоғарғы қабатының төбесін тесіп өтеді. Бұл көрініс Уолтердің ашулануына себеп болады, себебі Джесси ескертуді дұрыс тыңдамаған еді. Уолтер Крейзи 8-мен бірге жертөледе қалады және оның өлтіру немесе босату жайлы ойлайды. Сонымен бірге Уолтердің отбасы оның мінезі өзгеріп жатқанын байқайды. Уолтердің әйелі Скайлер күйеуінің құпиясын анықтауға тырысады және де Джесси деген кім екенін білуге тырысады. Серия соңында Крейзи 8-ді Уолтер тірі қалдырып, енді не істеу керектігін ойластырып отырған жерінен бітеді. Серия Крейзи 8-дің жертөледе тұтқындауымен басталады. Уолтер оған қару ұстап, оны бақылауында ұстайды. Крейзи 8 Уолтерге өз өмірін сақтап қалу үшін шұғыл келіссөздер жүргізуге тырысады. Ол Уолтердің адамгершілігін сынайды, сол арқылы адамгершілік таңдауларын туралы ойлана бастайды. Уолтердің Крейзиді өлтіру немесе босату жағынан басы қатады, себебі оны өлтірбесе өз өмірінің қауіпсіздігімен қоршатады мүмкін екенін түсінеді. Ал егер босатса, заңсыз бизнес үшін қауіпті болуы мүмкін. Уолтер және оның әйелімен қарым-қатынасы, оның әйелі Уолтердің көптеген өзгерістерін байқап, уайымдарын сезеді, бірақ не болып жатқанын толық білмейді. Әйелі оған қолдау көрсетуге тырысады. Уолтер ақыры Крейзиді өлтіруге шешім қабылдайды, бірақ психологиялық тұрғыда дайын болмайды. Ол Крейзиді өлтірген кезде оның өміріндегі үлкен өзгеріс байқалады. Ол сыныстыққа батқанын түсінеді. Серияның соңында Уолтер Крейзиді өлтіргеннен кейін бұрынғы өмірі мен жаңа өмірін салыстырғанда қалыпты өмірге кіріп кеткенін түсінеді. Серия Уолтердің қатерлі ісік диагнозы туралы хабарлаумен басталады. Ол медициналық тексеруден өткеннен кейін өз ауырлығын сезінеді. Уолтер ауруының еміне қатысты шешімдер қабылдау керек, бірақ оның отбасына және қаржылық жағдайына алаңдаумен күшейеді. Уолтердің диагнозы туралы естіген әйелі қатты жылап кетіп қалады.
Әйелі Уолтердің жағдайына қолдау көрсету үшін барын салады, бірақ Уолтер өзінің ауруын жасыруға тырысады. Соның салдарынан отбасында түсінбеушілік пайда болады. Мына жақта Джессидің проблемалары көбейіп кетеді. Ол есірткі бизнесімен айналысып, өз проблемаларын шешуге тырысады. Джесси өзінің бұрынғы достарымен араласу барысында проблемалары күрделіп жатқаны байқайды. Мына жақта Уолтер аурумен күресуіне шешім қабылдауға тырысады. Ол отбасын қаржыландыру мен заңсыз жолмен ақша табуды ойлайды. Уолтер жұмысында бұрынғы әріптесімен кездеседі. Ол оның жағдайын түсініп, қолдау беруге дайын болады. Бірақ Уолтер оның көмегін қабылдамайды. Ол өзімен егде жастағы әріптесі негр Густаво Фринк сияқты үлкен табысқа жетуді көздейді. Серия соңында Уолтер өз диагнозына қатысты шешім қабылдайды. Ол қатерлі ісіктің әсерінен өзінің өміріне жаңа көзқараспен қарайды, әрі заңсыз бизнеске белсенді түрде кірісуге бел буады. Серия Уолтердің бұрынғы әріптестері Эллиот және Гретхен Шварценеггер ұйымдастырған туған күн кешімен басталады. Уолтер Гретхенмен кезінде қыз бен жігіт болып жүрген. Бірақ екеуі екі жаққа кеткен. Гретхен Уолтердің бұрынғы бизнес серіктесіне Эллиотқа тұрмысқа шықса, Уолтер Скайлерге үйленеді. Уолтер мен Гретхеннің Эллиотпен бірге Greymatter технологиясы деп аталатын табысты компанияны құрғаны белгілі болды. Бірақ Уолтер кезінде компаниядан шығып кеткен. Гретхен мен Эллиот қазір байлыққа жетсе де, ол қарапайым мұғалім болып қалған. Туған күн кешінде Эллиот Уолтердің денсаулығы туралы біліп, оған қаржылай көмек ұсынады. Бұл ұсыныс Уолтерді ренжітеді. Ол өзін көмекке мұқтаж ретінде сезінбейді, және бұл жағдай Скайлерді қатты ренжітеді. Скайлер Уолтерді Эллиоттың ұсынысын қабылдауға көндірмек болады, себебі емдеу қымбат және көп ақша оларды жол екенін біледі. Уолтер оған ашуланып, өзі ешкімге мұқтаж емеспін деп айтып, өзі таңдаған жолмен жүргісі келетінін түсіндіреді. Бұл шешім қарым-қатынасты қиындатады. Джесси отбасына қайтып барады, бірақ оны үйінен қуып жібереді. Себебі ол кезінде есірткі қабылдап, сатып, қолданғанына ата-анасының көңілін қалдырған еді. Уолтердің әйелі Уолтерді химиотерапияны бастауға көндіруге тырысады, себебі күйеуі өлмеу үшін күресу керектігін түсінеді. Уолтер бастапқыда қарсы болады, бірақ отбасының болашағы мен өзінің аман қалуы үшін келіседі. Ал Джесси бұрынғы достарымен байланыс орнатып, қаржылай көмек сұрайды. Ол бұрынғы есірткі жұмысымен айналысу үшін. Ал қалған басқа жұмыстар қиын әрі ұзақ көрінеді. Ол жаңа өмірге қадам басқысы келеді, бірақ оның жолы оңай емес екенін түсінеді. Уолтер химиотерапия курсын қабылдай бастайды. Бұл процесс оның денсаулығына физикалық жағынан әсер етеді. Емдеу кезінде әлсіреп қалады, бірақ отбасы үшін ақша табу ниеті күшейе түседі. Отбасында емдеуге қатысты проблемалар көбейіп бастайды. Әсіресе Скайлер. Ол қаржылай қиындықтарға қалай шешу керектігін алаңдайды. Уолтер бұл сәттерде өз жоспарларын ары қарай ойластыра береді. Уолтер өзінің химия саласындағы білімін пайдалана отырып, метамфетаминнің жаңа түрін жасауға бел буады. Ол Джессиге өз өнімін сату үшін көмектесуге келіседі. Бірақ енді ол екі есе әрекет ету керек. Джесси өзінің бұрынғы әдісімен есірткі сатуға тырысады, бірақ үлкен табысқа жете алмайды. Ал Уолтер болса есірткі бизнесінің ірі саудагерлеріне тікелей баруға шешім қабылдайды. Олар қауіпті қатыгез Туко Саламомен кездеседі. Джесси Тукомен кездесу барысында Туко оған шабуыл жасап, ауыр жарақаттайды. Туко оған өз есірткісін бергенмен, бірақ Джессидің метамфетаминін ұрлап кетеді. Джессидің ауруханаға түскенін білген Уолтер жағдайды тез арада өз қолына алуын түсінеді. Уолтер өзінің шашын жылтырбас етіп, өзіне Хайзенберг деген лақап ат қояды. Және де Тукомен өзі кездесуге барады. Ол өзінің химия саласындағы білімін пайдалана отырып, Туконы қорқытуға шешім қабылдайды. Кездесу кезінде Уолтер жарылғыш сынаппен реакцияға түсетін химиялық затты қолданады.
Ол оны жарылыс үшін пайдаланып, өзінің қауіпті екенін көрсетеді. Тука оның батылдығына таң қалып, Уолтерді метамфетамин жоғарғы бағамен сатып алуға кетеді. Уолтер Тукамен келісіп, одан үлкен сомада алдын ала төлем алады. Бұл келісім Уолтердің өміріндегі ең ірі қадам болды. Және ол Хайзенберг атты лақап атын алады. Ол Тукадан алған ақшаны алып үйіне оралады. Өз іс-әрекеттерінің салдарынан өзгеріп жатқан өмірін ойлайды. Сериал Скайлер мен Уолтердің үйлену тойын қайта атап өтуіне дайындықпен басталады. Скайлердің сіңлісі Мэри мен оның күйеуі Хэнк қатысатын үйлену тойы рәсімі ұйымдастырылады. Скайлер үйлену тойы туралы ескі естеліктермен бөліседі, бірақ Уолтердің есірткі бизнесіндегі екі жақты өмірі оны мазалайды. Уолтер Тукамен жаңа келісім жасауға шешім қабылдайды. Ол Тукадан тұрақты тапсырыстар алу үшін көптеген метамфетаминдер өндіреді. Бірақ та метамфетамин жасау үшін қажетті ингредиенттерді алу қиынға соғады, себебі олардың кейбіреулері заңмен қадағаланады. Уолтер химиядағы білімін пайдалана отырып, басқа химикат метамфетаминдерді қолдану арқылы мәселені шешуді ұсынады. Скайлер сіңлісі Марийдің дүкеніне ұрлық жасағанын байқап, оған ашуланады. Себебі Мари ұрлағанын мойындамады. Скайлер бұл жағдайды Уолтерге айтып береді, бірақ бұл мәселе оның басын қатырмайды. Уолтер мен Джесси метамфетамин алу үшін химиялық жабдықтарды сататын дүкеннен ұрлыққа түсуді жоспарлайды. Олар сақтықпен әрекет етіп, қоймаға кіреді. Ұрлық кезінде қиыншылыққа тап болады, бірақ сәтті түрде қажетті химикатты алады. Уолтер мен Джесси жаңа әдіспен метамфетамин жасап, сапалы өнім шығарады. Және олар Тукамен кездесіп, оған үлкен партай көрсетеді. Тука өнімнің сапасын жоғары бағалап, оларға үлкен көлемде ақша ұсынады. Бірақ та Туканың мінез-құлқы қатал әрі болжап болмайтын болғандықтан, Джесси оның қасында өзін жаман сезінеді. Уолтер мен Джесси Тукадан үлкен көлемде ақша алғанымен оның қауіпті екенін түсінеді. Уолтер бұл істердің отбасына қандай әсер жаудырғанын затын ойлайды. Уолтер өзінің екі жақтағы өмірін жасырып үйіне қайта келеді, бірақ оның әрекеттері болашақта қауіп төндіретінін түсінеді. Серия Уолтердің үйіне қайтып келе жатқан сәтімен аяқталады. Достар, видеоны аса арнаға тіркеліп, видеоға лайк басамыз. Бұл соңы емес, екінші сезонда кездескенше.